Қазақ тілі сабағы 71-ші сабақ сөз құрамы түбір мен қосымша. Сабағымыздың мақсаты түбір мен қосымшаны ажырата аламын. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжай аламын. 27-ші жаттығу суреттерге қара. Бірінші суретте бір ақ палуан тұр. Екінші суретте палуандар. Шаңғы, шаңғышы. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма? Қосымшада ше, содан өзің қорытынды жаса. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Палуан, палуандар, шаңғы, шаңғылар, палуан түбір, дар қосымша, шаңғы түбір, лар қосымша. Мағына түбірден қосымша жеке тұрғанда мағына бермейді. Сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігін түбір дейді. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Ереже: сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. Дәптері, жылдар, спортшы, палуандар. Түбірдің белгісі күй. 28-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім. Бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалсатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтінде не туралы айтылған? Мәтін шаңғы жарысы туралы. Мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Есін тез жинап алды, шынымен де рекорд екен. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың? Бұдан кейінгі әрекеті көптеген жарыстарға қатысып жүлделі орындар алды. Мәтінде қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сол сөздерді көшіріп жаз. Жарысқа жарыс түбір, қа қосымша. Тәуке тәукені, тәуке түбір, ке қосымша. Тәукенің тәуке түбір, нің қосымша. 29-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Оқимыз балалар. Зуылдайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Маңдайдан, маңдай түбір, дан қосымша. Шаңғым, шаңғы түбір, қосымша. Қыраттан, қырат түбір, тан қосымша. 30-шы жаттығу тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың, бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзіңді жеткіздің. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдің. Орманшы, ш, орман. Қорыта келгенде мағына түбірден қосымша жеке тұрғанда мағына бермейді. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір дейді. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейді. 31-ші жаттығу хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Сұрақтарға жауап бер. Хабарландыру кімге арналған? Хабарландыру оқушыларға арналған. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыру Қуыршақ театры болатыны туралы. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе? Қойылым уақыты, орны нақты көрсетілген. Хабарландыруды кім жазған? Хабарландыруды жазған мектеп әкімшілігі.